Сәлеметсіздер ме? Мен Абдыхан Айдана Болатқанқызы. Номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледждің педагогика пәнінің оқытушысы. Бүгін біз Білім KZ платформасы және WhatsApp желісі арқылы сабақ өтеміз. Бүгінгі сабағымыз жобалау іс-әрекет негіздері пәні бойынша 42-ші тобымен жобамен жұмыс жасау тақырыбында болмақ. Студенттермен сәлемдесіп, сабақ басталғанын хабарлап, студенттерді WhatsApp желісіне қосылуға шақырдық. Білім алушылар сәлемдесіп өздерінің осындай екендігін, аты-жөндерін жазып, плюс белгілерін қойып кетті. Және бір-бірімізге жақсы көңіл күй, сәтті күн тілеу үшін осындай әдемі суреттерді жіберіп, көңіл күйімізді бір серпіп алдық. Қалған білім алушыларды осында қосылуға тағы да шақырдық. Және үйге берілген тапсырманы жіберуін сұрадым. Білім алушылар үйге берілген тапсырманы Білім KZ-ге жүктегендігін, осында жібергендігін, және аудиозаписпен жіберіп жатты. Және видео таспаға өздерін түсіру арқылы жіберді. Үйге берілген тапсырма жоба тақырыбын таңдау және де мақсат құрастыру. Менің таңдап алған тақырыбым тез дайындалған тағамдар мен күнделікті қолданысқа келетін тағамдардың құрамы және де адам ағзасына әкелер зияны. Жоба мақсаты: фастфуд өнімдерінің адамдардың денсаулығына әсерін анықтау. Фастфуд немесе жеңіл тағамдардың адам ағзасына әсері жөнінде жан-жақты сипаттама беру. 3. Адам денсаулығы үшін тиімді тамақтана білу және құрамында түрлі қоректік заттардың толық мөлшері бар тағамдармен тамақтанудың жолдарын көрсету. Смарт мақсат: таңдап алынған жобаны 2 апта көлемінде аяқтап, дұрыс әрі нақты мәліметтер жинақтау. Стратегиялық мақсаты: жоба мақсатын жүзеге асырып, нәтиже алғаннан кейінгі жобаны толық ашу арқылы білім алушыларға жақсы ой түйіндету. Жарайсыз. Жалпы бізде үйге берілген тақырып жоба мақсатын қою болатын. Одан алдыңғы тақырыпта біз жоба тақырыбын барлығымыз бірге, студенттермен бірге өздерін қызықтыратын тақырып таңдап алған болатынбыз. Ал кешегі сабағымызға сол таңдап алған тақырыпқа мақсат қою болады. Міне білім алушылар Білім KZ-ге салғандығын жіберіп жатыр. Мына жерде тағы видеороликтер жіберіп жатыр. Өздерінің жаңағы үй тапсырмасын қалай орындағандығын. Білім KZ-ге кіріп, үйге берілген тапсырманы, жобаның мақсатын құру. Жобаны мені Құралай, Айдана, Айгерім, Айнұр тапсырмаларын Білім KZ-ге жолдапты. Оны тексеріп шықтық. Енді мына жерде кері байланыс ретінде сонымен мақсат қою дегеніміз не, смарт мақсат дегеніміз не, стратегиялық мақсат, және ол мақсаттарды сіздерге тақырыптарыңызға қоюға қиын болған жоқ па деген сұрақтарға білім алушылар аудио таспа арқылы жауап береді. Мақсат қою дегеніміз жобаланатын нысанды өзгерткеннен кейінгі нәтижесін көре білу, яғни сонымен қатар сол нәтижеге жету барысын нақты үрдіс ретінде көре білу деп айтсақ болады. Яғни мақсат қою күтілетін нәтижеден және де оған жету жолдарынан тұрады. Мақсат қою дегеніміз белгілі бір уақыт аралығында жүзеге асатын үздіксіз процесс болып табылады. Әрбір қойылған мақсатты үнемі талдап, қажет болса қайта қарау керек. Үздіксіз. Жарайды. Мақсат қою белгілі бір уақыт аралығында жүзеге асатын үздіксіз мақсаттың 3 талдауы бар, ол нақтылы емес, өлшеуі қиын және мерзімі көрсетілмеген. Және білім алушылар өздері таңдап алған тақырыптарға мақсат қою
қиыншылық тудырмады деп жатыр. Білім алушылардың жауаптары бағаланды. Және мына жерде білім алушылар өздерінің үй тапсырмаларын тұздың пайдасы деген жоба тақырыбын таңдапты. Және тұздың пайдасы тақырыбына алынған жобаның мақсаты қазақ халық медицинасындағы ас тұзының ерекшелігін анықтап, емдік қасиеті бар екендігін дәлелдеу. Жалпы білім алушылардың жобасымен және жоба мақсатымен танысып, үйге берілген тапсырмаларды білім кезекке кіріп тексеріп болғаннан кейінгі үй тапсырмасын хабарлау. Бүгінгі тақырып бізде жобамен жұмыс жасау. Жобамен жұмыс жасау тақырыбы және жоспары, жоба құрылымының бөлімдері, жобамен жұмыс жасау кезеңдері, жоба жұмысын бағалау критериялары. Білім алушылар оны дер кезінде дәптерге күн ретімен тақырып және сабақтың жоспарын жазып алды. Және жаңа тақырыпты мен аудио таспа арқылы білім алушыларға қысқаша түсіндіріп. Дегеніміз, жоба тақырыбынан бастап, жобаны қорғап, бағалап, презентациялап болғанға дейінгі арақашықтықтағы жұмыстарды айтамыз. Жалпы жоба тақырып таңдалғаннан кейін онымен қызу жұмыс жасалынады. Жалпы тақырып таңдау кезінде де өзіндік талаптар, ерекшеліктер болады. Оны біз зерттеу жұмысы, жобамен жұмыс жасау 6 кезеңнен тұрады. Ең бірінші тақырып таңдалғаннан кейін мақсат қою. Біз ол мақсатты өткен сабақ қойдық. Сосын жоспарлау, бағдарламаны жүзеге асырудың әдісін таңдау, орындау, бағдарламаны қорғау және бағалау кезеңдерінен тұрады. Және білім алушыларға сабақтың теориялық материалын және слайдын білім кезекке жүктедім. Және осында да білім алушыларға жібердім. Жобамен жұмыс істеу кезеңдері. Және білім алушыларға тағы да нақты түсінірек болу үшін мысал ретінде бизнес жоспар дайындау жобасын кезең бойынша жұмыс жасау жоспарын жібердім. Кейін білім алушыларға білім кезекке кіріп тапсырманы жүктедім. 42-ші тобыма жобамен жұмыс жасадым. Үйге мынадай тапсырма